Сәлем, менің құрметті оқырманым. Бүгінгі видеомызда құлпынай диетасымен 4 күнде 4 келі салмақ тастау жайында айтатын боламын. Сонымен қатар құлпынай диетасын ұстағаннан кейін ағзада қандай өзгерістер болатындығын, диетаның жағымды және жағымсыз жақтарын, 4 күнде 4 келі салмақ тастауға көмектесетін диета мәзірін ұсынатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыз. Құлпынаймен арықтау әр адамды әрі пайдалы болатынын білесіз бе? Құлпынай ағзаны зиянды заттардан тазартып, иммунитетті нығайтады. Құлпынайдың пайдасы өте көп. Оның құрамы дәрумендер мен микроэлементтерге, фолий қышқылы мен жасұнаққа бай. Құлпынай диетасын ұстағаннан кейін ағзада мынандай өзгерістер болады. Артық салмақтан арылтады, асқазан ішек жолдарының жұмысы жақсартады, қан қысымы қалыпқа келіп, қалқанша безінің жұмысы жақсарады. Иммунитет нығайып, ағзада зиянды заттар қалмайды. Диетаның жағымды әрі жағымсыз жақтары. Құлпынай әсіресе қант диабетімен ауыратындарға пайдалы екен. Себебі ол қандағы глюкозаны қалыпқа келтіреді. Егер науқас адамның бұл жидекке аллергиясы болмаса, қорықпай жей беруіне болады. Сонымен қатар тағам рационының басты дәміне кіргізсе де артықтық етпейді. Құлпынаймен диета ұстап айтарлықтай нәтижеге қол жеткізу үшін күн сайын міндетті түрде 2 литрден аса су ішіп, тек балған құлпынай жеу керектігін ұмытпаңыз. Балғын әрі пайдалы құлпынай жаз мезгілінде піседі. Сондықтан да аталмыш диетаны дәл қазіргі уақыттан бастап ұстаған дұрыс. Өте қатал диета ұстағанды жөн деп тапсаңыз, 2 күн бойы тек құлпынай мен таза су ішіңіз. Көк шай ішуге де болады. Осылайша 2 күнде 2-3 кг артық салмақтан арыласыз. Сіздерге 4 күнде 4 келі салмақ тастауға көмектесетін диета мәзірін ұсынамын. Диета мәзірі 4 кг салмақ жоғалтқысы келетін жандар үшін мамандар арнайы 4 күндік диета мәзірін ұсынады. Мұнда сіз әртүрлі тағамдармен бірге ең пайдалы жидекті жейтін боласыз. Бірінші күн. Таңғы ас 200 грамм алма мен құлпынай, 100 грамм сүзбе. Түскі асқа грек жаңғағы, құлпынай, қияр, тауық еті мен аскөк қосылған салат. Бесін асқа 200 грамм құлпынай мен кептірілген нан немесе тост. Кешкі асқа лимон шырыны мен кефир қосылған көкөніс салаты. Екінші күн. Таңғы асқа 200 грамм құлпынай және 1 тілім қара нан. Түскі асқа 3 дана құлпынай салынған 3 дана құймақ. Кешкі асқа 40 қабат салаты. Үшінші күн. Таңғы асқа 200 грамм құлпынай, түскі ас банан, құлпынай, 200 грамм қауын немесе қарбыз. Кешкі асқа құлпынай мен пекин қырыққабаттан дайындалған салат. Төртінші күн. Таңғы асқа 200 грамм құлпынай мен ірімшік, түскі ас көкөніс салаты, кешкі асқа картоп, сәбіз 40 қабат қосылған салат, төсекте жатардан 2 сағат бұрын 200 грамм құлпынай жеуге болады. Құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі видеомыз ұнаған болса, каналымызға лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен күнделікті жаңа видеолар жіберіп алмаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.